Ғапылдық қайдан келеді? Ғапылдықтың несі бар? Бірнеше себептері бар. Және ғапылдықтың өзінің кіретін алаңдары бар. Ғапылдықтың себептері бар, ғапылдықтың белгілері бар, және ғапылдықтан құтылудың жолдары бар. Біз осылардың барлығына шамамыз келгенше тоқталып өтетін боламыз. Ғапылдық қайдан туады десеңіз, ең әуелгісі ғапылдықтың ең басты себебі ол дүние мүлікті жақсы көру. Дүниені жақсы көру. Дүниеге байлану. Осы дүниеде өмір бақи өмір сүретіндей сену. Біз мұсылмандар олай сенбейміз. Біз мұсылмандар бұл дүниеден кейін ақырет бар деп сенетіндерміз. Себебі біз жалпы бұл жердікі емеспіз. Жаңа Қанат имамымыз екеуміз сөйлесіп келе жатырмыз. Біз жалпы бұл жердікі емеспіз. Біз қай жердікіміз? Біз түбіміз Адам алейхиссалам жәннаттан түскен. Біз негізі топырағымыз отан жәннатта. Біз сол үшін бұл жерде не қылмаймыз? Жанымыз жай таппайды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді бір хадисінде, мына дүние мүминнің несі? Тозағы. Мағжан Жұмабаев бір өлеңінде айтады, мына дүние абақты ғой саналы жанға дейді. Мына дүние кімге? Сәл санасы бар адамға абақты ғой, шын түсінсең. Имам Ағзам Абу Ханифа бір күні үлкен, қымбат 1000 дирхам тұратын шапаны бар екен. 1000 дирхам тұрады. 5 дирхам бір қой тұрады. Ана шапан енді былайша айтқанда өте қымбат бағалы шапан. Сонысымен келе жатса, алдынан біреу шығыпты. Аллаға иман келтірмейтін біреу шығыпты. Сонымен айтыпты, сендердің пайғамбарың айтатын көрінеді. Мына дүние мұсылманның абақтысы, түрмесі, кәпірдің жәннаты деп. Екеуміз екі түрлі секілдіміз қарасаң. Сенің үстіндегі киімің қандай, мен қандай? Ауысып кеткен секілді. Сонда Абу Ханифа айтқан екен, олай емес деп. Әңгіме сен ойлағандай емес. Егер Алла тағаланың иман келтірген құл үшін жәннатта не дайындағанын көрсең, сен айтар едің, мына бейшара өмірі тозақта өткен екен ғой деп. Егер Алла тағаланың иман келтірмеген кәпір құл үшін тозақта не дайындағанын көрсең, мына бейшара жәннатта болған екен ғой деп айтасың. Себебі Алланың құлдарына дайындаған сыйы өте үлкен. Біз мұсылмандар дүниеден кейін ақырет бар деп сенетіндербіз. Біреу Хасан Басри радиаллаху анхуға келіп айтқан екен, мен өлімді жек көремін деп. Өлім жақсы көреміз ба? Біз мұсылмандар. Жек көреміз. Әрине. Себебі дайын емеспіз. Себебі бұрынғы үлкен ғалымдарымыз өлімді бар ғой, өлімді. Екінші бір өзінің сүйгеніне қосылатын, өзінің жаратқан Раббысымен кездесетін көпір деп түсінген. Сол үшін Абу Бакр радиаллаху анху айтқан өсиет етіп, егер мен таңертең өлсем, кешке қалдырмаңдар, мен пайғамбармен, ол өзіммен бірге болғандармен, жолдастарыммен барып қауышқым келеді, қалдырмаңдар мені ертең. Сіз екеуміз, мен, ана, ол, бәріміз жолыққымыз келмейді, өлімнен қашамыз. Себеп, ол жаққа дайындаған түгіміз жоқ. Хасан Басридан біреу сұраған екен, радиаллаху анхудан, мен өлімді жек көремін, неге деп. Сонда айтқан екен, сен ол жаққа еш нәрсе жібермегенсің ғой алдын ала. Жіберсең, соңынан барар едің ғой қуаны. Себебі сенде не жоқ? Бұл жерден ол жаққа апаратын дайындығың жоқ. Дайындығың жоқ болған соң сен ол жерге барғың келмейді. Сауаптарың жоқ. Кейбір ғалымдарымыз бұны басқаша түсінген. Біреу өте не екен? Біздің бір үлкен сәләф ғұламамыз өте жомарт болған екен. Қолына түскен бере береді екен. Қазір бер десең, молда бір нәрсе сұрап отыр деп айтады. Солай деп түсінеді. Бер, Құдай үшін бер, анаған бер, мынаған жәрдем бер десең, біреулер басқаша түсінеді. Сонда ол кісі бере береді екен. Берілу керек болған жердің бәріне береді. Сон біреу айтыпты, сен осынша
Неге бересің деп. Сонда әлгі кісі айтқан екен дейді. Біреу бір жерден бір жерге көшсе, біреу бір жерден екінші бір жерге көшсе, бірінші үйінде не қалдырады деп ойлайсың деген. Түсіндіңіз ба? Сөзін түсіндіңіз ба? Мысалы, мен бір жерден, мысалы, Төле би көшесіне не көшіп жатырмын? Абайға көшіп жатырмын. Егер Төле биден Абайға көшіп жатсам, Төле биді бір нәрсе қалдырам ба? Неге? Анаяққа керек болады деп алып кетесің. Менің де дәл халім сондай деген. Мен мұнда қалмай, мен ақыретке кетем. Ақыретке көшіп жатқандықтан не қылам? Өзіммен бірге алдын ала алып кетем түгел бәрін. Біріншісі, ең үлкені біздің дүниеге байланып қалғандығымыз. Осы жерде өмір бақи қалатындай жүретіндігіміз. Біз бұл жерде қалмаймыз. Қазақтан небір бай өткен, Қазақтан небір сұлтан өткен, хан өткен, оның бәрі қайда? Қайда? Оның бәрі кетті ғой. Ешкім ол жақтан келіп жатқан жоқ. Барлығы кетіп жатыр. Мәселен, Қазақта Сәмеке деген хан өткен, бір басына 70 мың жылқы біткен. Қанша хан? Қанша жылқы? 70 мың жылқы. Ғабит Мүсіреп жазады Игілік деген бай жөнінде. 18 мың жылқы дейтін дейді. 18 мың жылқы дейді. Сіз өзіңіз ойлаңыз, қанша екен оның? Игілік деген байдың біреу болғандығын біле ма? Білмейді. Оқыған адам білмесе, оның кім екендігін білмейді. Алла Құранда бай еткен Қарун деген бай да өтті дүниеден. Кейбір риуаяттар бойынша оның тек қазынасының кілті бір түйеге жүк болған дейді. Кілттің өзін бір түйе тасып жүреді. Қалай? Біз осы дүниеде мәңгі бақи қалып қоятындықтай ақыретті ұмытып кетеміз. Дүниеге байланудың түбі ақыретті ұмытуға жетелейді. Сол үшін Құдайға иман келтірмегендер өлгенше осы дүниеде өмір сүргісі келеді. Осы жердегі тұрағы үшін өліп, тіріліп не істейді? Қызмет қылады. Біз ше? Біз де соларға ұқсап келе жатырмыз. Сахабалардың басынан, табиғиндардың басынан өткен әңгімелерді айтсаң, біз не айтып отқан секілдіміз? Ертегі айтып отқан сияқтымыз, мүлдем қиялы әңгіме айтып отқан секілдіміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шидің үстіне ұйықтаған, құрманың талшығынан жасалған жастықтың үстіне ұйықтаған. Тұрған кезде бетінде ізі қалған. Біз шын тойып тамақ ішпеген пайғамбардың үмбетіміз ғой. Біз қарапайым ғұмыр кешкен пайғамбардың үмбетіміз. Оны біз не қылмауымыз керек? Ешқашан ұмытпауымыз керек. Біздің ешқайсымыз ол халге түсіп көрген жоқпыз. Әйтеуір бәрі міндетті де 3-4 киер көйлегіміз бар, 3-4 киер шалбарымыз бар, аяқ киім бар. Бар ғой, бар, шүкір. Біз оны ұмытпауымыз керек. Ғафлеттің басы, ғафылдықтың басы дүниеге байланудан туады. Біз мұнда қалып қоймаймыз. Біз міндетті түрде орындаламыз. Аллаға қайтамыз. Сол үшін қазақ қайтыс болды дейді. Қайтыс болды. Ол қайтты. Алла тағала да Құран кәрімде оны қайта айтады. Сендер бізге қайтасыңдар. Сендер бізге ораласыңдар. Біз осы жерде тұрақсыз мекенді жәннат қылғымыз келеді. Мәңгі бақи тұратындай. Оны қой, ол бір. Екі, оны өзімізде қызығын көрмейміз. Арттағы балашаға көрсін деген дәмеміз бар біздің. Солай ма? Бар ғой. Себебі біз не үшін жинап жатырмыз дүниені десең, балашаға не қылмасын? Қиналмасын. Балашаға бір жақсы жерде тұрсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: беретін болсаң, садақа беретін болсаң, денің сау, жас, байлықтан үмітің бар, кедейліктен қорқатын сәтте бер дейді. Жан алқымға келгенде берме. Анаған бердім, мынаған бердім деп айтпай қой, біреудікі болып қойған дейді. Біреудікі болып қойған дегені сенің балашағаңның
үлесі, мирасы болып қалып қойған, олар өздері сенсіз ақ оны неге болады? Түгелдей әдемі етіп бөліп алады. Ақылды адам өзінен кейін ұрпағына дүние қалдырмайды. Ақылды мұсылман өзінен кейін дұға ететін салихалы ұрпақ қалдырады. Дүние емес. Хишам ибн Абдул-Малик деген халифа өткен. Хишам ибн Абдул-Малик. Соның алдына Омар ибн Абдул-Азиз деген халифа өткен. Бұлардың барлығы бір әулеттен. Омар ибн Абдул-Азиз өткен кезде артында 9 дирхам ақша қалған, күміс. Бөліскен кезде балаларына 5-6 баласына 1,5 дирхамнан бұйырған. Хишам ибн Абдул-Малик дүниеден өткен кезде оның артындағы балаларына 1 миллионнан қалған дирхам. Ғалымдар айтады, біз олардың кейін екеуінің де ұрпағын көрдік дейді. Хишамның балалары көшеде тіленіп кетті дейді. Омар бин Абдул-Азиздің балалары атақты саудагер болып, кедей-кепшікке жәрдем беретін байлар болды дейді. Саған пайдасы тиетін адам бар ғой, дүниесі бар адам емес. Сен үшін дұға қылатын, сен үшін жақсылық жасайтын, сенің атыңнан барып әйтеуір бір сауапты іс жасайтын адамның пайдасы тиеді. Қазақша айтқанда салихалы ұрпақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды. Біз тағы да дүниеге өзіміз байламаймыз, тағы да бала-шағаны байлап кеткім келеді. Соған қалсын. Енді бір проблема бар бұл жерде. Біздің ғалымдар айтады, сен оны таптың ғой. Таптың, сол үшін Құдайдың алдында бір рет жауап бересің. Екі, сен қызық көрген жоқ, қызығын көрген жоқсың. Қызығын көрмеген нәрседен сұраласың. Қалай? Ақылды адам бұның барлығын алдын ала ақыретке не қылып кетеді? Ақыретке беріп кетеді. Дайын болсаң, өлімнен не қылмайсың? Қорықпайсың. Бұл дүниеден кетуге еш қайғың болмайды. Бұл біріншісі. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.